Қайырлы күн, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жүйелік блокпен танысу. Жүйелік блок дербес компьютердің негізгі электрондық құрылғылары мен қоректендіру блогы орналасқан құрылғы. Осы өңдеуші құрылғыларға жүйелік тақта, ішкі диск енгізер және әртүрлі жүйелік жабдық, соның ішінде бейнетақта мен дыбыстауыш тақталар кіреді. Жүйелік блокты компьютердің негізгі құрылғысы деп атасақ та болады. Ең алдымен жүйелік блоктың сыртқы бөлігімен танысып өтейік. Сыртқы бөлігінде CD және DVD дисктарды енгізетін орын, кейін USB және құлаққапқа арналған порттары бар, жанында қосып өшіру батырмасы орналасқан, және әртүрлі форматтағы флешкаға арналған порттары да бар. Яғни жүйелік блоктың сырты осындай бөліктерден тұрады. Ал артқы бөлігінде әртүрлі порттар болады. Бұл порттар коммуникациялық порт деп аталады. Яғни коммуникациялық порт дегеніміз не? Ол жүйелік блокты принтер, сканер, тышқан, пернетақта секілді сыртқы құрылғылармен байланыстыру үшін осындай порттар қолданылады. Мына жерінде USB және кабельге арналған порттар, ал мына жеріндегі портты біз тізбекті порт COM деп атаймыз. Келесі порт бізде параллель LTP порты, ал мына жерін тінтуір мен пернетақтаны жалғауға арналған әмбебап порттар деп атаймыз. Ал төмендегі бөлігіне видеокартаны салуға арналған орындар. Ал жоғарғы бөлігін қоректендіру блогы деп атаймыз. Онымен қазір ішкі бөлігін ашқан кезде танысатын боламыз. Ал енді ішкі бөлігімен танысайық. Ішкі бөлігімен танысу үшін бұрағыштың көмегі қажет болады. Ендеше жүйелік блокты ашайық. Екі жағындағы қақпағын болттарынан босатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жүйелік блоктың ішкі бөлігі. Ең алдымен біз қоректендіру блогын алатын боламыз. Қоректендіру блогының қызметі желіден келетін электр энергиясын компьютердің жеке блоктарының тұтына алатын формасына түрлендіріп беру болып табылады. Қоректендіру блогы желіден келетін 220 вольт 50 Гц айнымалы кернеуді тұрақты 5-12 кернеулерге түрлендіреді. Екінші алатынымыз видеокарта. Видеокарта дегеніміз процессордан немесе оперативті жадтан мониторға келіп түсетін ақпаратты өңдеу үшін қолданылатын ішкі құрылғы. Ол аналық тақта қосқыштарының біріне орнатылады, яғни компьютерлік графикамен және бейне мәліметтермен жұмыс істеуге арналған құрылғы. Келесі алатын бөлшекті аналық тақта деп атаймыз. Аналық тақта дербес компьютердің ең үлкен тақтасы. Аналық тақтада процессор мен оперативті жадыны байланыстыратын ақпараттық шина орналасады. Аналық тақтаның шинасы компьютердің басқа да ішкі құрылғыларын өзара байланыстырып тұрады. Ендеше аналық тақтаны алып жақыннан танысайық. Аналық тақтада чипсеттен басқа орталық процессорды, графикалық тақтаны, дыбыстық тақта, қатқыл дискі және де оперативті жадыны, басқа да құрылғыларды жалғайтын қосқыштар орналасады. Енді аналық тақтаны жақыннан көрейік. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай оперативті жады орналасқан. Оперативті жады процессор жұмыс істеп тұрған кезде пайдаланылатын барлық бағдарламалар мен деректерді уақытша сақтауға арналған негізгі жад. Оперативті жадыны алып жақыннан танысайық. Біздегі оперативті жадының сипаттамасында сыйымдылығы 2 гигабайт екені көрсетілген. Оперативті жадының көлемі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым көп бағдарламаны қатар орындауға болады. Мына бөлігінде вентилятор немесе кулер деп аталатын құрылғы орналасқан. Бұл құрылғы артында тұрған радиаторды қызып кетуден сақтайды. Осы екі құрылғының артында процессор орналасқан. Ендеше процессорды алып жақыннан көрейік. Радиатордың астында термопаста жағылуы керек. Ол біздің процессорды сақтауға көмектеседі. Процессорды алдымен қорғаныш қабатынан босатып аламыз. Бұл бізде процессор деп аталады. Ол компьютердің негізгі жұмыстық элементі. Осы процессорде барлық логикалық операциялар жүзеге асады. Келесі кезекте қатқыл дискті алатын боламыз. Қатқыл диск дегеніміз дерек жазуға және сақтауға арналған құрылғы. Көптеген компьютерлерде негізгі есте сақтау құрылғысы болып табылады. Ал бұл CD және DVD дисктарға арналған бөлігі. Міне жүйелік блоктың барлық ішкі элементтермен танысып өттік. Енді әрбір құрылғыны өз орындарына жинайық. Ең алдымен қатқыл дискті орналастырамыз. Екінші болып аналық тақтаны орналастыратын боламыз. Келесі видеокартаны аналық тақтаға орналастырамыз. Және соңғы құрылғы қоректендіру блогын орналастырамыз. Міне жүйелік блоктың барлық бөлшектерін өз орындарына орналастырып шықтық. Енді екі жағындағы қақпақтарын жабамыз. Жүйелік блогымыз дайын. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды.